Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балалық шақтың бал дәмі лакомка дайындайтын боламыз. Мектеп кезінде дәл осы лакомканы 50 теңгеге сатып алатынбыз. Енді соны бірге жасап көрейік. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, сіз де дайындап көріңіз. Бізге жылы сүт керек болады. Жылы сүтіміздің үстіне қантымызды саламыз. Жарты шай қасықта тұзымызды салып, 2 жұмыртқамыздың бір сарысын алып қойып, соны қосып жібереміз. Жақсылап араластырып аламыз. Жарты шай қасық ас содамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осы жерде бір ас қасық дрожж саламыз. Құрғақ дрожж, менікі видеоға түспей қалыпты. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Өздеріңізге ыңғайлы болған затпен араластырып алыңыздар. Барлығын жақсылап араластырып, үй температурасында тұрған сары майымызды салып, езіп, жақсылап бұны да араластырып аламыз. Қыздар, ұнымызды електен өткізіп салатын боламыз. Енді қолымызбен қамыр илейміз. Өте жұмсақ қамыр илеуіміз керек. Қолға жабысатындай етіп, мен керекті грамын төменде описаниеде жазып қалдыратын боламын. Бізде жұмсақ қолға жабысатындай қамыр иленетін болады. Қамырымыздың аузын жауып, көтерілуіне қоятын боламыз. 1 сағат, 1,5 сағаттарда көтеріліп қалады қамырымыз. Міне біздің қамырымыз көтеріліп шықты. Енді осыны алып, 12 бөлекке бөлетін боламыз. Бізде 12 лакомка шығады. Бұны 12 бөлекке бөліп, қолымызбен домалақ шекілге келтіріп аламыз. Қыздар, егер ортасынан тең бөліп пісірем десеңіздер, 6 бөлекке бөлсеңіздер болады, үлкенірек етіп. Енді жақсылап қолымызбен дөңгелетіп формаға келтіріп аламыз. Зуаласын жасап.
Қамырымыз енді жұмсақ, қолға жабысатын болады. Енді жаюды бастаймыз. Аздап ұн жайсаңыздар да болады, ұн сеппесеңіздер де болады. Қыздар, бұны шелпектей жұқа етіп жаймаймыз. Орташа қалыңдықта жайып аламыз. Осындай ортадан екі бүктеп қоямыз. Ортасынан қалынырақ қып жайып, ортасынан бөлсеңіздер де екі лакомка шығатын болады. Оның зуаласын үлкенірек қылып алуыңыз керек. Барлығын осындай әдемілеп жайып бүктеп шығамыз. Енді біздің қамырымыз жұмсақ болғандықтан қолға жабысып, аздап қиындық тудырады жаюда. Ебін тауып, жақсылап жайып шығыңыздар. Мен осы лакомканы жегенде бірден мектеп кезіміз есіме түседі. Өйткені мектепте 50 теңгеге лакомканы сатып алып, кофемен тойып жеп алатынбыз. Қыздар, міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, балаларыңызды қуантыңыздар, үйшілеріңізді қуантыңыздар. Өте дәмді болады. Дәл мектеп кезіндегідей болып шығады. Барлығын осындай жайып алып, противенға теріп шығамыз. Бір-біріне жабыстырмай, үстін жауып 5 минутқа қалдырып қойыңыздар. Және де көтерілу үшін. Енді жұмыртқамыздың сарысын барлық жерге сүртіп, жағып шығыңыздар. Мен жұмыртқамның сары уызына аздаған сүт қосып жібердім. Барлық шет-шетіне дейін сүртіп, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 15 минут, 20 минут пісіріп аламыз. Пісіп шыққанға дейін біз креміміздің дайындыққа кірісетін боламыз. Үй температурасында тұрған сгущенкамен үй температурасында тұрған сары майымызды жақсылап араластырып аламыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады, қолмен араластырсаңыздар да болады. Сары майы еріп, екеуі бірігіп кетуі керек. Кремі де өте оңай жасалынады. Өте дәмді, нежный крем болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің рецептім ұнайды деген ойдамын. Міне қыздар, біздің корждарымыз пісіп шықты. Енді осын жүзін әрлеуге печенье болса печенье үгітіп аламыз. Грек жаңағы болса жаңғақтарыңызбен немесе бір коржды үгіттеп сәндесеңіздер болады. Мен ортасын ашып, 2 қасықтан крем сүртіп шықтым. Бет жағына да аздап сүртіп шығамыз кремдерді. Осындай етіп барлығын дайындап шығамыз, осындай әрлеп шығамыз. Қыздар, енді өте жұмсақ, өте дәмді болады. Магазинден сатып алғанша өз қолыңызбен үйде жасап жеп көрсеңіз, өте дәмді әрі тиімді, берекелі, мол болып шығады. Мысалы, менде 250 грамм сүтке 12 корж шықты. Базардан алсаң 500-600 теңгеге аласың 5 штугын.
Міне қыздар, біздің лакумкаларымыз дайын. Осындай әдемі, аппетитный болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Егер каналым ұнап жатса, рецепттер ұнап жатса, лайк басып, пікірлеріңізді комментарийға жазып қалдырыңыздар. Менің рецептіммен міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Сіздермен болған Оғылжан. Назарларыңызға рахмет.